Мен Жалғас Тұрсынай Аламанқызы тарих дінтану мамандығының 2-ші курс студентімін. Менің бүгінгі қорғайтын тақырыбым Қаныш Сәтбаевтың өмір жолы мен еңбектері. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, Павлодар облысы, Баянауыл ауылында 12 сәуірде дүниеге келеді. Және де 1911 жылы сол ауылда қазақша, орысша училищеде білім алып, сол мектепті бітірген соң, сол жерде мұғалім болып, және де халық соты болып жұмыс жасайды. 1926 жылы Қаныш Сәтбаев Атбасар түсті металлургиясына серіктес болып, яғни көптеген жылдар бойы Торғай, Ұлытау, Қарсақбас және де көптеген есіл даласын зерттеген болатын. Қазақстан аумағында түрлі металл кендерін, мысалы мыс, марганец, темір және де сирек кездесетін металларды анықтап, олардың қорларын есептеген болатын. Қаныш Сәтбаев ашқан жер қойнауындағы байлық қазыналарында осы күнгі өндірісті көркейтуге негіз болған химия элементтерінің барлығы бар деуге болады. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы бір дерек айта кетсем, Қаныш Сәтбаев осы ашаршылық кезінде 8 баланы аштықтан құтқарып асырап алған. Солардың 6-ы болашақта академик болып шығады. Олардың бірі алтын адамды тапқан Кемел Ақышев болатын. Қаныш Сәтбаевтың 800-ден астам ғылыми мақалалары мен зерттеу еңбектері бар. Мысалы, Жезқазғанның мыс кені, Қазақстанның жер қойнауы сияқты іргелі еңбектері геология ғылымына зор үлес болып енген болатын. Сәтбаевтың еңбектері таза археология емес, тау-кен археологиясы немесе тау-кен тарихи геологиясы деп аталатын салаға жатады. Яғни, ежелгі адамдардың кен өндіру технологиясы, яғни көне кен орындарының геологиялық құрылымын зерттеу болған болатын. Жалпы кейін осы Қазақстандағы қола дәуірінің металлургиясын зерттеген археологтар, яғни Әлкен Марғұлан, Кемел Ақышев және тағы да басқа зерттеушілер осы Қаныш Сәтбаевтың жазбаларына жалпы жиі сүйенген болады. 1941 жылы Қаныш Сәтбаевтың Жезқазған ауданының көне ескерткіштері туралы мақаласында осы қазақ болып ту тіккен жері осы Таңбалытас өңірі деп атап көрсеткен екен. Әсіресе қола дәуіріндегі Жезқазған мен Қарқаралы маңындағы тау-кен кеніштері жөніндегі алғашқы ғылыми сипаттамаларды дайындаған болатын. 1946 жылы 1 маусымда Қазақстан ғылым академиясы ашылған болатын, және де оның тұңғыш президенті болып Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сайланды. Сол жылы ол СССР ғылым академиясының академигі атағына ие болған болатын. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев тұңғыш алгебра оқулығын жазған болатын. Ол педагогикалық училищені бітіріп, алғаш ұстаздық қызметін бастағанда қазақ тілінде математика оқулықтарының жоқ екенін ескеріп, ана тілінде алғаш рет алгебра оқулығының қолжазбасын латын және араб әріптерімен жазған болатын. Қаныш Сәтбаевтың өнегелі өмір жолы жалпы айтқанда баршамызға үлгі болып табылады.